оқыған кітабым біздің жерлесіміз, әрі менің группаласым Жадыра Ғазизқызы Шамұратованың сандық кітабы. Жалпы бұл автордың бұған дейін де бірнеше кітаптары жарыққа шыққан. Секундтар арасындағы шексіздік, айтылмаған сыр, сандық, күні кеше осы жазмыш деген кітабын қолға алдық. Бұл кітапта адамдардың бүгінгі таңдағы күйбең тіршіліктегі әрбір іс-әрекеті айшықталған. Өзі осы шығармада мен төртбұрыш адаммын, төртбұрыш адамдар аяқ асты болатын жаңалықтарға, өзгерістерді ешқандай ұнатпайды. Менің соңғы оқыған кітабым Асланбек Абдрахмановтың «Іштегі әтір» туралы романы. Бұл жай ғана роман емес, философиялық, мотивациялық, ойға толы кітап. Бұл қарапайым тілмен айтқан кезде кітаптың негізгі мәні бұл адамның ішкі әлемі туралы. Енді бұл кітап 27 эсседен тұрады. Бұл кітап маған не берді дейтін болсақ, өмірімді қалай дұрыстаймын, нені түсінбей жүрмін, сол сұрақтардың жауабын алуға көмектесті. Менің ең соңғы оқыған кітабым Бейбіт Сарыбайдың «Бекзат» кітабы. Бұл кітапты оқи отырып, мен адам баласына ең бірінші төзімділік пен ниеттің ең басты құндылық екенін білдім. Менің оқыған кітабым «Бесен және болмыс». Бұл Санжар Керімбайдың шығарған жұмысы. Осы кітап арқылы біз адамның болмысын біле аламыз, оның болмысы үлкен өмірге әсер ете алады. Оқып таныс болсаңыздар болады. Мен оқыған кітаптардың ішіндегі ең әсер қалдырған шығарма Ғабит Мүсіреповтің «Ұлпан» романы. Романның басты кейіпкерлері Енесей би мен ақылды сұлу ару Ұлпан тағдыры өткен ғасырлардың қазақ әйелінің қоғамдағы рөлін ерекше бейнелейді. Әзілхан Нұршайықовтың «Махаббат қызық мол жылдар» романын көп жылдардан кейін оқыдым. Бұл қазақтың әдебиеті ең танымал махаббат лирикасына толы шығарма. Кітапта соғыстан кейінгі жастардың өмірі, шынайы сезімі, достық және болашаққа деген үміті туралы баяндалған. Менің соңғы оқыған кітабым Дулат Исабековтың «Қарғын» романы. Бұнда білім қуып, арман қуып, қалаға келген Бағила қыздың тағдыры туралы баяндалады. Мен оқыған кітап Бауыржан Момышұлының «Ұшқан ұя» кітабы. Бұл кітап автордың балалық шағы, отбасы өнегесі, қазақ халқының салт дәстүрін бейнелейтін үлкен шығармалардың бірі. Сәлеметсіздер ме? Қайырлы күн. Менің ең соңғы оқыған кітабым Абайдың 45 қара сөзі. Бұл кітап арқылы адамның бойына үлкен адамгершілік құндылықтарды сіңдіру. Сіздерге де бұны оқуға кеңес беремін. Менің ең сүйікті оқыған кітаптардың арасында осы Мұқағали Мақатаев ағамыздың поэзиялары ұнайды. Бұл кітапта өз-өзіңді жақсы көруді үйренесің, және айналаны бірге жақсы көруді үйренесің. Мейлі біреу сені дұшпан санасын, мейлі біреу жаман көзбен қарасын, сен оларға жақсы көзбен қарай сал, сонда олардан жоғарылау боласың. Бұл өмірде неше түрлі адам бар, сен туралы білмей жатыр жамандар. Мына сені жек көреді, біліп қой, өзін жақсы көре алмайтын адамдар. Сол үшін де өз-өзіңді жақсы көр, алдарыңнан шықсын десең жақсы жол. Жақсы жанды жолықтырғың келсе егер, ең бірінші өзің сондай жақсы бол деген керемет поэмалары оқуға болады. Маған ең соңғы әсер еткен кітаптың бірі бұл Думан Әдірұлының «Көркем мінез» кітабы. Бұл кітаптың жалпы адамға берер мол азығы көп, тәрбиелік мәні өте зор кітап. Бұл кітапты оқу арқылы сіз имандылық жолына түсіп, мінезіңіздің көркем жақтарын танып, және өзіңізді тануыңға, әлемді ашуға жол көрсете аласыз. Менің соңғы оқыған кітабым Эрих Мария Ремарктың «Үш дос» кітабы. Бұл кітапта жалпы махаббат туралы, достық туралы баяндалады. Негізгі оқиғалар осы жөнінде өрбігенмен, жалпы бірінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі сол соғыстың зардабы туралы, өмірдің мәні туралы да айтылады. Менің соңғы оқыған кітаптарымның ішіндегі ең әсерлісі бұл Рамазан Тоқтаровтың Абайдың жұмбағы деген роман хамсасы. Роман хамса деген сөзді естігенде эпопеядан қандай айырмашылығы бар деген сұрақ туындады өзімде. Эпопея бұл жарты ғасырдан артық қазақ өмірін суреттейтін болса, хамса бұл 5 кітаптан тұрады екен. 5 деген, яғни 5 нәрсе дегенге назар аудартады екен. Абайдың өмірге келген күнінен бастап өмірден өткен уақытына дейінгі барлық кезеңді қамтиды.
маған соңғы кездерде оқыған кітаптардың ішінде өте қатты әсер еткен қаныш және ғылыми майда деген Санжар Керімбайдың кітабы. Бұл кітапта Қаныш атамыз өмір сүрген дәуірдегі еңбегінің арқасында әдеби, ғылыми, мәдени және экономикалық дамудың ең жоғарғы биік шыңында болған уақыт екен. Атамыз өмірден өтер шағында Маңғыстаудың мұнайын төкпей шашпай халық игілігіне пайдаланыңыздар деген екен. Мен сізге осы кітапты оқуды ұсынамын. Маған соңғы оқыған кітаптардың ішінде ұнағаны Франц Кафканың «Құбылу» деген кітабы. Бұл енді психологиялық шығарма. Бұл жерде не айтылады? Адам күйбіңтілікпен, бұндағы басты кейіпкер, яғни күнделікті жұмысқа барып жүріп, отбасын асырап жүріп, бір күннің ішінде жәндікке айналып кетуі және де одан отбасы барлығы одан бас тартуы. Ішкі жалғыз туралы керемет